жеңіп кені мен уже госпитальде атайдым. Госпиталь Қазанда университет корпусында 1667 деген. Андай атайдым, бір иптәш малай келді де, міне қазір Харьковды освободили, Киевні освободили дегенні меңа білгіттілер. Бұл ятканда дейді, госпитальде. Шондан соң енді, анарысың дальше кетті, yazып, неде башладылар, газеттерге yazып баштағастан, Жуков капитуляция жасады дейді, Германияда, 9 майда. Ол шақырып, бүтін генераллары, немесе генералларын согласовывайсеттерге бірге отырып, біраш ұшына День Победы 9 май болды. 9 май. Анда Кремльдің башында мініп қарадылар, кімлердір мінділерді дегенді де әйтәлер ме, мен госпитальде атам. Шулай айттырып, госпитальдар мен комиссия жасадылар да, немой, глухой келіш мені көтеріп жіберділер. Дом красивый у вас умер. Октябрь айында, наверное. Ну так уж вот. Августа Курские республики освободитель дегенне ишеттеміз, значит, 10 августа. Вот. Шулай етіп, ауылда менің распоряжение военкоматта яши башладым. Әти білән біз кеңештік. Олым бұлайды сендей әзірәкті академалсы дей, әзірәк аяғыңа бастың дей. Давай дей, оқырға барға дей, мұнда мәктеп ашылған дей. Високогорский районда Осады деген жерде бір именесі болған кенәздің шында açқанда училище, Осад училищесі. Мен шында барып ашаталар, осы есі бар, бітірісі. Бір отдел болды, ол отделда механик МТС деген отдел. Anladım. Fakültete indi şunda. Şunda fakülte şunda okuy başladım. Anda 2 yıl yarım okudum da, diplom aldım da.